Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қайырлы кеш. Қалайсыздар? Рабиға ханым, қуаныштымын. Гүлсім ханым, Асан мырза, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін аяқ астынан эфирға шыққым келді. Бүгінгі қуанышымды стористан көріп біліп жатқан шығарсыздар. Көбісі ортақтасып жатыр қуанышыма. Алла разы болсын деймін. Сіздерге де сондай жұғысты болсын. Сондай көлік жұғысты болсын деймін. Оңай, қайырлы, берекелі жолдармен. Осы кешкісін алған болатынбыз. Бүгін кешкісін сол эмоцияменен сіздерге эфирға шыққым келіп кетті. Өзімнің білгенімен бөліскім келіп отыр. Бүгін ұстаз Алмас ақын эфирға шығу керек болатын, мақсатқа неге жете алмаймын деп. Енді мен ол кісінің деңгейінде айта алмаймын, дегенмен де өзімнің ойымды жеткізгім келіп отыр сіздерге. Не үшін адам мақсатқа жете алмайды? Қалай ойлайсыздар? Маған кері байланыс жасап қойыңызшы, мен соны білгім келіп отыр. Сіздерменен екі жақтап байланыс жасап, кері байланыс өткізсек, жасасақ эфир өте қызықты болады. Қалай ойлайсыздар? Адам мақсатына не үшін жете алмайды? Бұл жерде дұрыс-бұрыс деген жауап жоқ. Пікір алмасу, ой жүгірту, комментарий бөліміне маған кері байланыс жасап қойсаңыздар. Қалай ойлайсыздар? Адам мақсатына не үшін жете алмайды? Ханымдар, активный болайық, мені қолдап қойыңыздар, кері байланыс жасап отырыңыздар. Сіздер ойларыңызды білдіре беріңіздер. Мен өз ойымды айтайын. Жалпы адамда мақсат болмаса, өмірде мән болмайды. Өмірде мәнді тудыратын бізде мақсат. Кейбір адамдар жай армандап жүре береді, мақсатқа айналдырмайды. Арман деген бөлек, мақсат деген бөлек, Арман ол жай қиял, ойдың қиялға жай ертегі сияқты армандап қоямыз да жүре береміз. Көбіне сол адамдар солай жасайды, армандайды, бірақ оны мақсатқа айналдырмайды. Менің арманым қымбат көлік алу, немесе менің арманым үй алу, шетелде демалу дейді да, айтып қояды да, бірақ енді мақсаттың айырмашылығы не? Не болып кетті мынау? Мен сіздерге көрініп тұрмын ба? Көрінбей қалдым ғой мен. Кешірім өтінем. Қолым тиіп кетті, кешірім өтінем. Сол мақсатқа айналдыру үшін рахмет, Асан мырза, Алла разы болсын. Мақсатқа біз арманды айналдыру үшін бізге нақты қадамдар керек, яғни жоспар керек. Егер біз жоспар қойып, мақсаттарды делегирование, не деп айтады ғой, делегирование, кешірім өтінем, жаңағы есіме түспей қалды, қазір есіме түскенде айтамын. Мақсатты мына бөліктерге, майда бөліктерге бөлу керек, жоспарлау керек. Сөйтіп сол бойынша нақты қадамдар жасау керек. Сол кезде барып біздің мақсатымыз орындалады. Яғни нақты қадамды біз көзімізге көрсеткен кезде ғана біз соған қадам жасап, мақсатымыз орындала бастайды. Яғни есіме түсті. Декомпозиция деп айтады, оны арманды мақсатқа айналдырып, мақсаттарды кішкене қадамдарға бөлу, жоспар жазу, нақты қадамдар жазу, оны декомпозиция деп айтады. Делегирование деген ол сол, мысалы, мақсаттарыңызды басқа адамдарға бөліп бересіз, шаруасында ісіңізді атқаратын адамдарға бөліп бересіз. Мысалы, сен сторис жүргіз, түсір, сен менің парақшамды жүргіз деген сияқты SMM мамандарды арнасаңыз, онда ол сіздің делегирование болып саналады. Яғни сіздің мақсатыңызға жетуге қадам жасап жатсыз, оны үлгермей жатқаныңыз үшін сіз басқа адамдарға бөліп беріп жатсыз. Рахмет, Айгүл ханым, Алла разы болсын. Енді қараңыздар, делегирование мен декомпозицияны ажыратып алдық, Енді мақсатымыз біздің не үшін орындалмайды? Біріншіден, бізде нақты жоспар жоқ. Сол үшін орындалмайды, Оның алдындағы ең басты ескеретін жағдай, ол біздің өзімізге деген сенімсіздік. Яғни біз өзімізге сенімсіз болғанда, біріншіден, екінші, бізде іштей қорқыныш болғанда, сол мақсатқа жете алам ба деген бізде қорқыныш тұрады, іштей сенімсіздік тұрады. Сосын ол бізге алға қарай қадам басуға жібермейді, мақсаттың орындалуына. Үшінші, ол біздің жаңаға мақсатымыз өзіміздікі болмауы мүмкін. Яғни жалған мақсат болуы мүмкін да. Ол
псевдо мақсат дейді ғой, жалған мақсат. Не үшін жалған мақсат болады? Өйткені біз қызғамыз да, еліктейміз. Мысалы, біреулер бір бизнес ашып, мысалы, біреу киім сатып жатса, дүкен ашып, сосын ойлайды, менің арманым киім дүкенін ашу, елдердің бәрі істеп жатыр ғой, мен де ашқым келеді, мен сауда сатып байығым келеді деп ойлайды. Ниеті дұрыс, жақсы, жаңағы бай болсын, ақша тапсын, бірақ енді оның мақсаты, негізгі өзінің алла берген өнері, миссиясы ол болмауы мүмкін да. Яғни оған сауда сату жаңағы оның мақсаты болмауы мүмкін, миссиясы болмауы мүмкін. Сондықтан ол біреуден көшіріп алады, мен де соны істеймін, істей саламын, жасай аламын деп ойлайды. Содан кейін барып не істейді? Қателеседі. Осы жерде мақсатқа жете алмай қалады. Өйткені ол бастады делік, киімді әкеп сатты делік, бастады делік. Бірақ оның ары қарай дамытатын, оның білімі жетпеуі мүмкін, өзіне сенімсіздігі жетпеуі мүмкін, немесе ары қарай жоспар жоқ болуы мүмкін, сондықтан ол түбінде келіп түсінеді, что ол оның мақсат емес. Ол басқа әшейін жалған мақсат, бұл маған ұнамайды деп кейбір жарты жолда кейбір кезде тастап кетіп жатамыз, ол нормальный қалыпты жағдай. Одан ешқандай да өкінудің керегі жоқ, өйткені ол бізге не? Ол бізге тәжірибе. Яғни біз сол сауда жасап көру арқылы өзіміздікі ма, өзіміздікі емес па, мақсат менікі ма, менікі емес па, арман менікі ма, сол жағын біз біліп алдық, яғни әрбір қателік бізге тәжірибе алып келеді, өмірлік сабақ болады, Енді бұл үшінші қадам дедім, үшінші себеп, мақсатқа жетпеудің үшінші себебі. Қалай ойлайсыздар? Тағы да төртінші себеп қандай себеп болуы мүмкін мақсатқа жетпеуге? Маған кері байланыс жасап қойсаңыздар екен. Мен сіздерге себебін айтып жатырмын, Бірінші себебі сенімсіздік, мақсатқа жетпеудің. Екінші себебі ол қорқыныш, іште қорқыныш болады, Үшінші себебі мақсат жалған болуы мүмкін, сенің мақсатың емес, еліктеу мақсат, біреулерге еліктеу, Тағы да қандай себебі бар деп ойлайсыздар мақсатқа жетпеуге? Тағы да қандай мақсатқа жетпеудің түрі бар деп ойлайсыздар, себебі бар деп ойлайсыздар? Маған кері байланыс жасайсыздар ма? Мен даусым жалпы естіліп тұр ма? Маған естілсе плюс белгісін қойыңыздаршы, мен жалғыз өзім сөйлеп отпайын. Қызық болсын да сіздермен сөйлеген. Сіздер үшін шығып жатырмын эфирге, пайдалы болсын, біліммен бөлісейін деп, Сондықтан плюс белгісін қойып қойыңыздар, даусым естіліп жатса. Аида ханым, рахмет, Алла разы болсын сізге кері байланысыңызға, даусым естіліп жатыр екен, Менің ойымша тағы да мақсатқа жетпеудің бір түрі, ол біздің мақсатымызды кредитке бастау, қарызға бастау. Яғни Құранда да жазылады, қарыз деген күнә дейді, кредит алу, қарыз алу күнә дейді. Яғни біз Алланың бізге парыз етпеген нәрселерін жасасақ, онда біз қателесеміз. Яғни біз қателікке ұшыраймыз. Сондықтан қандай нәрсені бастасақ та, қандай істі бастасақ та, амалды бастасақ та, мақсатымызды жаңа жүзеге асыратын болсақ та, біз кредитке жасамауымыз керек, қарызға алып жасамауымыз керек. Яғни ол жаңағы біз, мысалы, мен бүгін айттым, сториста, қолма-қол ақшаға көлік алдық деп айттым, оны біз, мен мақтану үшін айтқан жоқпын, ондағы ниетім, мен Алланың адамдардың дұғасын қабыл қылатыны, мақсаты орындалатыны, тек оған адам сенсе, әрекет етсе, және де Алладан шынайы түрде дұға сұраса, тахаджудқа тұрса, 5 уақыт намазын қаза қылмай Алладан сұраса, Алла береді екен. Мен осыны өзім тәжірибемнен өткіздім, содан кейін айтып отырмын сіздерге. Бұл менің мақсатымның, осы Алланың айтқаны бойынша, парызы бойынша істегендегі мақсатымның үшінші мақсатым, Аллаға шүкір, нақты ақшаға орындалып тұр. Ол маған өте керемет тәжірибе. Сондықтан сіздермен осыны бөліскім келді. Қарызға ештеңе бастамау керек. Мақсатымызды орындау үшін біз жаңа қарыз алып кетпеуіміз керек елдерден. Ол сіздің жаңа жолыңызды жабады, ақша потогыңызды жабады, ісіңізде береке болмайды. Сондықтан біздің мақсатқа жету мүмкіндігіміз аздау болып қалайын деп тұр. Осы нені мен сіздерге ойымды жеткізе алдым ба? Мен сіздерге нақты өзімнің тәжірибемнен айтып отырмын. Мысалы, менде бірінші мақсат, осы жылғы мақсаттарымның төртеуі де орындалды. Мен сіздерге айтайын, ол не үшін, қалай орындалды? Мен оның барлығын Аллаға тапсырдым.
Алладан дұға сұрадым. Осы айтады ғой қазір, Аллаға тапсыр дейді, бәрі айта береді, қалай тапсырамыз деп. Аллаға тапсырған деген жүрекпен тапсырған бір бөлек, ауызбен айтқан бір бөлек, сезініп шынайы жүрекпен тапсырған ол бір бөлек. Енді қараңыздар, мен бірінші осы жылғы мақсатым, осы жылдағы, ол Меккеге қажылыққа бару болатын. Мен оны ақша жинап бастадым, одан кейін бірінші ниет еттім, ақша жинап бастадым, жоспар құрдым, қандай амал жасаймын, мен сонда 40 күн бойы тахаджудқа тұрдым. 40 күн бойы үзбей тахаджудқа тұрдым. Ниетім оңай, қайырлы, берекелі жолдармен Алла тағала мені сол қасиетті жеріне жеткізші, шақыршы деп дұға еттім. Көрдіңіздер ма? Мен сол дұғадан кейін маған кішкене қаржы жетпей тұрған, сол қаржы Алланың қалауымен, Алла себепші қылып адамдарды алып келеді ғой бізге, сол қаржыны қайным арқылы алып келді маған. Рахмет, Асан мырза, қабыл болсын деп жатыр, әмин. Сонда сол кішкентай қаражатты менің қайным қосып берді. Сол себеппен мен ол себепкер сөйтіп барып келдім. Ол бірінші мақсатым. Міне көрдіңіздер ме, мен ниетім тура болды, дұға жасадым, әрекет жасадым, тахаджудқа тұрдым, дұға тіледім, Аллаға тапсырдым. Екінші, ол Турцияда демалу болатын. Ол да күтпеген жерден, ойламаған жерден сол керек қаражатты, керек адамдарды Алла тағала маған кездестіріп, дұға еткеннен кейін, сұрағаннан кейін, енді ол ойды маған Алла салып тұр ғой. Мен мысалы Алла маған ол ойды салмаса, мен оны айтпайтын едім, Турцияға барғым келеді, демалғым келеді деп, сол ойды Алла маған салды ма, яғни Алла тағала оны маған көмектеседі сол арманымның, мақсатымның орындалуына. Өйткені ол қалау Алладан болып тұр, ол сезім Алладан болып тұр. Сондықтан біздің өмірімізде барлығы Алланың қалауымен болады. Алла қаламаса қурай да сынбайды деп айтады, Алла бол деген кезде болады. Мен сіздерге осы жеткізім келіп жатыр. Бұл менің тәжірибемнен өткен нәрселер, кәдімгі практикадан өткен өзімнің жаңағы алған әсерлерімді сіздермен бөлісіп жатырмын. Үшінші мақсат осы жаңағы не болатын? Көлік алу болатын. Көлік алу енді мен өзіме тіледім, өйткені жолдасымда көлік болды, бірақ көлігіміз ескілеу болды. Енді Алла тағала осы көлік алуды маған жолдасым арқылы бұйыртып тұр да. Негізінде мүмкін әлі көлікті алатын шығармын, оны Алла білуші, мен дұға еттім. Енді ол мужи жена одна сатана деп айтады, енді кешірім өтінемін орысша қосқаныма. Әйел мен ерлі зайыпты екеуі бір бүтін деп айтады, екі жарты бір бүтін деп айтады, екеуміз енді бір отбасында тұрғаннан кейін ол біздің ортақ көлік болып саналады деп ойлаймын. Солай болады. Енді мен апаратын жеріме сұрасам, күйеуім апарып келеді ғой. Сондықтан бізге қажетті көлікті Алла тағала беріп тұр. Сосын мен өзімнің мақсатым болатын, мен иманымды күшейтсем екен, мен жаңа Аллаға жақын болсам екен, сүйікті құлдарымның қатарынан болсам екен, мен тахаджудқа айда мысалы бір айда 30 күн болса 25-30 күн тұрсам екен деп өзім мақсат қойғамын. Ол менің Алмас ақынның 2022 жылды жоспарла деген тренингінде онлайн қатысқан болатынмын. Сол кезде осылай мақсаттар қойғамын, қамдарды жазған екен. Қазір осы бүгін қарап отырсам, сол мақсаттарымның барлығы орындалған екен. Альхамдулилля, Аллаға шүкір деп айтайын, Сондықтан әмин. Асан мырза, айтқаныңыз келсін, сізге де жұғысты болсын, сіздің де тілектеріңіз қабыл болсын. Мұсылманның мұсылманға тілегі қабыл болады деп айтады, Сондықтан мен сізге тілеймін, маған тілеп жатқаныңыз Алладан өзіңізге еселеп қайтсын деп тілеймін сізге. Енді осы мен айтайын деген жаңа тахаджудқа, сонда мен енді өзім нәпсіге еріп кетеміз ғой, нәпсінің қалауы бар ғой бізде, пенде болғасын еріп кетеміз. Сонда мен бір айда қазір қарап отырсам, күнделігім бар ғой жазып жүрген. Мен 25 рет тұрыппын. Анада тахаджудқа Меккеге баратын кезде 40 күн тұрдым ғой, ол кезде мен қатты қаладым, Енді қараңыздаршы, адам қандай нәпсіге беріледі. Енді мына жаққа келген кезде мен енді қалауларым орындала бастады ғой деп иманым әлсірей бастаған. Оны мен өзім мойындадым да. Сөйтіп мен бір айда 25 рет тұрыппын тахаджудқа. Соны мен мысалы мақсатым орындалды. Ол кішкентай мақсат болсын, мақсат кішкентайдан басталады, сосын әсте үлкейте береміз ол мақсатты, үлкен мақсаттарды қоя береміз. Бірінші біз кішкентай мақсаттарын, кішкентай қадамдардан бастауымыз керек. Өйткені біздің ойымыз, санамыз, түп санамыз оған сену керек та. Егер біз сенбейтін нәрсе айтып қойсақ, онда ол орындалмауы мүмкін. Өйткені ол біздің миымызға сенімсіз болып тұр.
миға сиымды, өзіңіз жете алатын, жасай алатындай мақсатты қоюымыз керек. Одан кейін барып, сіз тәжірибе жинағаннан кейін оны уже үлкен мақсаттарға айналдыра береміз. Үлкен жоспарларға айналдырып қоя береміз, иә. Осындай оймен сіздермен бөліскім келді, тәжірибемен бөліскім келді. Сіздерде қандай ой, инсайт алдыңыздар қазіргі эфирдан, қандай мақсатқа жете алмаудың қандай да себептерін сіздер тағы да білесіздер ма? Білсеңіздер менімен бөлісіп отырыңыздар, иә. Мен өзім білетін себеп, 4 себепті айттым сіздерге. Кейінгі қосылып жатқан көрермендер, қош келдіңіздер. Эфирді Алла қаласа сақтап қоямын. Сол кезде тыңдап аласыздар деген ойдамын. Яғни адам мақсатқа жету үшін ниет болу керек бірінші. Одан кейін амал, дұға жасаймыз Алладан, Аллаға тапсырамыз. Одан кейін амал әрекет жасаймыз. Сосын жоспар болады. Сол барлығы бізде біріккен кезде біз мақсатымызға жету, жету қабілеті, жету мүмкіндігі бізде жоғары болады екен. Егер жаңағыдай жай армандап жүре берсек, онда ол арман қиял күйінде қалады екен. Мақсатқа не үшін жете алмайды адамдар? Осы тақырыпта мен өзімнің ойымды білдірдім, әңгіме қозғадым. Бүгінгі қосылған көрермендерге, оқырмандарға рахмет айтамын, Алла разы болсын деймін. Сіздерде қандай да сұрақтар бар ма? Сұрақтар болса қойыңыздар, жауап берейін. Эфир пайдалы болды деген ниеттемін. Біліп отырған ханымдар, мырзалар болса, қайталау болады. Қайталау білім анасы дейміз, иә. Мен бәрін білмеймін, білгенім 9, білмегенім 99 деп ылғи да айтамын. Өйткені тал бесіктен жер бесікке дейін бізге білім алу керек екен. Біз білім алған кезде біздің өсу қабілетіміз жоғарылайды. Біз бұлай бір сатыға өсіп отырамыз, жоғарылап отырамыз, әр білім алған сайын. Сондықтан сіздерге айтқым келеді, мақсатқа жету үшін білім де алу керек. Білім міндетті түрде қажет. Егер білім болмаса, біз мақсатқа жетуіміз енді қиындау болуы мүмкін. Өйткені ылғи да бізге білім керек. Қай салада сіз дамығыңыз келеді, қай салада сіз мақсат қойып жатсыз, сол салада бізге міндетті түрде білім алу керек және ұстаз болу керек. Сізді ұстаз жетектеп үйретіп отырады. Сондықтан бұл өмірде барлық адамның ұстазы бар. Бірінші ұстаз бізге ол Алла тағала, екінші ұстаз ол сіздің осы қазіргі сіз кімнен білім алып жатсыз, кім сізді үйретіп жатыр, сол сіздің ұстазыңыз болып саналады. Үшіншіден, сол өзіңіз өзіңізге ұстаз боласыз. Сол ұстаздан, адамдардан, өмірден сабақ алу арқылы өзіңізге өзіңіз ұстаз болып шығасыз. Жақсы, ендеше бүгін осындай оймен бөліскім келді. Кірген ханымдар, мырзалар, сіздерге рахмет. Алла разы болсын. Алтын уақыттарыңызды бөліп кіргендеріңізге. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар. Кейбір мырзалар, ханымдар енді қосылып жатыр. Алла разы болсын. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар.